әлі ерте сияқтысың. Мен жасым үйтіп. Я мен де кішкентаймын десеге. Бізде жоқ та ішеміз. Болды қазір тамақ ішеміз. Сәл андай бүйтіп дұқ жинасаңдаршы. Тамақ что-то не чувствуется. Қазір бүйтіп не түсіреміз реклама. Армысың қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бұл шығармашылық емтиханға дайындық курсы Зуылдақ. Сіздермен бірге Ақнұр Бағдат. Бүгінгі біздің қонағымыз Зуылдақ курсының түлегі. Казну университетінің 100-100 балл иегері. Менің болашақ әріптесім, журналист Құндыз Сапығажы. Қайырлы кеш. Сізді көргеніме қуаныштымын. Сіз алғаш рет дедіңіз ғой, негізі алғаш рет емес, екінші рет көріңіз. IT-ға мен қатысқан болатын. Сол кезде сізді және сіздің командаңызды мен көрген болатын. Сол кезден маған ұнады. Сіздердің аураларыңыз кәдімгі бір-біріңізбен дружный, сондай болғандықтан мен Зуылдақ курсы көргеннен сізді таныдым, сондықтан сізге жазылған болатын. Енді Құндыз, сен алғаш рет осы Зуылдақ курсын қайдан білдің? Қалай тауып алдың? TikTok'та видеоларыңыз ретке шықты. Мен сізді бірден таныдым, Ақнұр Бағдат деген екен. Содан сізге жаздым. Бірақ ол кезде уже маусым айы, келесі ай шілдеде бізде емтихан болатын. Мен не істеймін деп жүрген кезде сізге жаздым бірден. Сіз жауап бердіңіз, солай осы курсқа тіркелгеніңіз. Бізде Құндыз 100-100 балл алды деп жаңа айтып өттік. Енді 100-100 балл алғаннан кейін өмірің қалай өзгерді? Үстіңнен жүк түскендей болған шығар? Әрине, 100-100 деген ол кәдімде абырой ғой. Барлығы таң қалды. Себебі 100-100 алу ол оңай емес. Сондықтан да өмірім мүлде басқаша типке өзгеріп кетті. Керемет. Енді Құндыз, жалпы сен емтиханды, осы шығармашылық емтиханға дайындықты қалай бастадың? Қашан бастадың? Шығармашылық емтиханға? Иә. Шығармашылық емтиханға мен 10 сыныпта журналистиканы таңдайтыныма сенімді болдым. Сондықтан емтиханы басқа бір курспен дайындалған болатын. Бірақ ешқандай нәтиже болмағандықтан тек өзімнің ұбт-ыма назарым аударып, сонымен ғана дайындала бердім. Кейін емтихан уақытына 1 ай қалғанда айттым ғой, сізге жазып, солай дайындықты бастап кеткен болдым. Жаңа Құндыз, сен айтып қалдың, басқа курстар көмектеспеді. Дәл Зуылдақ курсы көмектесті деп. Енді қаншалықты шындық, ол туралы не айта аласың? Негізі шығармашылық емтихан өзіміз білетіндей 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең эссе жазу болса мақаласы, ал екінші кезең сөйлеу. Мен өзімнің сөйлеуіме ешқандай портфолиомды таныстыруыма ешқандай күмәнім болған жоқ. Бірақ жазуға келгенде мен ойландым, емтиханға 1 ай қалғанда мен жаза аламын ба деп Зуылдаққа кірдім. Солай сіз маған эссе жазуды, эссенің не екенін, эссені қалай жазу керегін, мақаланың не екенін, мақаланы қалай жазу керегін үйреттіңіз. Кәдімгідей мен білмейді екенмін, бір шама мектептегіге ұқсамайды екен, солай сіздің көп көмегіңіз тиді. Осы Зуылдақ курсы саған не үйретті? Сен курста не ала алдың? Зуылдақ курсы маған жазуды, сөйлеуді, өзімді еркін ұстауды үйретті. Сізбен әр сабағымыз еркін өтеді ғой. Қалай не бар, соның барлығын әңгімелесіп, солай еркін форматта өткендіктен мен сізден бір апа емес, өзімнің бір әпкемдей көрдім. Солай күшті. Маған Зуылдақ курсы осындай еркіндікті үйретті. Тамаша. Енді алғаш курсты бастаған кезде қандай сезімде болдың? Негізінен осы курсқа сендің бе, бұлай үйрете алады деп? Мен сізді өмірде көргендіктен мен сізге сендім. Курс басталған сәтте мен ешқандай сабақтан қалған жоқпын. Себебі маған емтиханнан 100-100 алу керек болды. Мен сізге сендім. Әр берген тапсырмаңызды ертерек орындауға тырыстым. Солай 100-100 алдым. Сіздің арқаңызда десем болады. Ал енді Құндыз, нәтижесі шықты. 100-100 балл дегенді тізімнен көрдің. Қандай әсерде болдың? Мен бірінші эссе жазу болды ғой, сол кезде өзіме күмәндандым дедім ғой. Сол кезде 50 алған кезде кешке шықты бізде. Кешке дейін мен жылап жүрдім, мен алмай қалсам қайтем. Бізде конкуренттер өте көп, 400-ге жуық балалар келіп жатыр. Сұмдық болып жатыр ана жақта, конкуренция деген сұмдық. Енді сосын сағат 7 болды, список шықты, өзімді қарадым, 50 балл алдым. Содан өте қатты қуандым. Бірде мамама, папаға звондадым. Солай күшті бір андай керемет эмоцияға толы уақыт болды. Сосын 100-100 алған келесі кезеңде 50 баллды алғанымды
бірден білдім, себебі өзіме сенімді болдым, солай 100-100 болды. Өте қуанышты болып үйге қайтқаным бар енді Талдықорғанда тұрамын. Енді осы курсты жалпы ата-анаң білетін бе еді? Ата-анаң айттың ба? Иә, сол маусым айында мамаммен базарда отқанбыз, тамақ ішіп. Сосын мамам айттым, осындай зуылдақ деген курс бар, сіз жауап берген екен айттым. Қатысам қалай дедім. Сосын әкеңе айт деді. Сосын әкеме айтып едім, оқысаң болып, мен ештеңесіне қарамайын деді. Солай мамам да әкем де білді. Кешке сабақтар болған кезде ешқайсысы мазаламауға тырысты. Солай әрқашан мені қолдап жүреді. Әйтеуір біз Құндыз екеуміз айғайлап сабақ айтатынбыз әйтеуір. Иә. Түсіндіріп беретінмін, одан кейін кері байланыс ретінде Құндыз сөйлейтін. Солай үйрендік. Ал енді Құндыз, сенің дайындаған портфолияңды көрейікші. Енді апайың не үйретті, сен қалай жасадың, енді бірге көрсек қалай? Өзің ашып. Мен Сапаржық Құндыз деп портфолио деп жасадым. Өзімнің винеткаға түскен фотомды қойған болатын. Мен өзімнің қай жерден екенімді, өзім жайлы, мен туралы қызықты фактілер, қызығушылығым, өлең оқу, әлі күнге дейін жазам. Керемет. Мен сол таңғалғам осы Құндыздың осындасын. Міне домбыра тарту, ән айту, гитара тартып үйренудемін. Гитараны әлі үйрене алмадым, толық аккордтарды. Ой, мұнан мен қостап қоймай қойғам. Иә, көлік жүргізу. Әлі жүргізіп жүрмін. Міне армандар, жоспарлар. Осыны біршама тастап жібердім, қайттан қолға алу керек. Осы дүниенің мына жерде бірдеңесін көріп қойып. Бұл армандың уже 90% орындалды десем болады. Не өмірлік ұстанымым деп келесі неліктен журналистика таңдағаным жайлы жазған болатын. Келесі міне Казну неліктен таңдағаным туралы. Міне журналистика жолында кішігірім өмірім. Мектепте өте қатты белсенді болдым, соларды қосқан болатын. Мынау енді сұхбатым, ең алғашқы сұхбат интервью түрінде отырып алған болатын. Өзімнің мектебімнің журналисті болдым. Бізде түрлі бағдарламалар жүргізетінбіз. Әрсем сайын үлгі тұтатын журналистерім. Сайтқа жарияланған мақалалардың сертификаттары, ең алғашқы газетке жарияланған мақалам, журда жарық көретін мақалаларым. Мынаны мен үйреткенмен айтпақшы да. Иә, сізден үйренгем. Республикалық журналдарға өлеңдерімді шығарған болатын. Мынаны көрсетші, мынаны, ол күшті қып. Имтиханға дайындық курсына тағайындаған сертификатым. Иә. Маған жазылған мінездемелер, сізден сұратқан болатын, жазып беріңізші деп соны қосқан. Мектептегі белсенділіктерім, президент болғаным 2023-2024 оқу жылында. Сыныпта староста, белсенді болдым. Сол республикалық ястауитану байқауында жүлде орын егер болғам, Түркістанға барып келдім. Әбіш оқуларына 2 жыл қатарынан қатыстым. Балалар оқу, аудандық кезең осылай кете береді. Мектептегілер. Мектептегі жетістіктерің. Мектептегі жетістіктер. Қарап отырсаңдар өте көп көрдіңдер ма? Мынау өзімнің журналист болған не үшін таңдаған ұсынысым, журналист болғаннан кейін не істеймін деген сияқты. Осылай аяқталады. Арнайы Казну үшін. Ал мінекей, Құндыз, енді қазір сен студентсің, Казну университетінің енді студенті атандың. Қазіргі өмірің қалай, енді сабақтарың қалай болып жатыр? Казну университет бізде активистка өте белсенді университет екенін барлығы біледі. Ал сабақтарыма келетін болса, сабақтарым өте жақсы, максималды балдарды алып жатырмын. Қызықты өтуде. Университет пен мектептің айырмашылығы жер мен көкте екенін кәдімгідей сезініп жатырмын. Құндыз, енді саған сауалым бар. Зуылдаққа алғыс айтам, өйткені Зуылдақ маған көптеген дүниелерді үйретті. Сөйлеуді, еркіндікті, жазуды, қалай оңай жолдармен шығып кетуді, сіздің арқаңызда барлығын үйрендім. Сізге алғысым шексіз. Рахмет. Саған да көп рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. 100-ден 100 балл алған біздің оқушымыз Құндызға алғысымыз шексіз. Студияда мен Ақнұр Бағдат. Алдағы сұхбаттарымызда жаңа оқушыларды күтіңіздер. Келесі кездескенше.